9-шы есепте тура пропорционалдықтың графигі қай координаталық ширектер арқылы өтеді дейді. Бірінші біздегі функция y тең болады 3x, я. Мұндағы біз бұрыштық коэффициентке қараймыз. Егер бұрыштық коэффициент 0-ден үлкен болатын болса, міне біздің жағдайда k x-ның алдындағы сан яғни я тең 3-ке. Ол 0-ден үлкен. Оң сан ондай болса, ол 1 және 3-ші ширектерде орналасады. Енді екіншісін қарайық. Екіншісінде y тең болады минус 0,3x. K-мыз минус 0,3. Теріс сан, яғни 0-ден кіші. Онда ол 2 және 4-ші ширектерде орналасады. Үшінші, y тең болады минус x. Ондағы k тең минус 1-ге. 0-ден кіші. Бұл да 2-ші және 4-ші ширекте орналасады. Төртінші функциямыз y тең болады 0,2x. Оң сан k-мыз 0,2-ге тең, 0-ден үлкен. Ондай болса, 1-ші және 3-ші ширекте орналасады. 3-50-ші есепте графигі берілген сызықтық функцияның графигіне параллель болатын тура пропорционалдықтың теңдеуін жазыңдар дейді. Тура пропорционалдық теңдеуі дегеніміз y тең болады kx түріндегі теңдеу, я. Енді бірінші функцияға параллель болады деген, параллель болады егер оның kx-тері бірдей болса. Ал тура пропорционалдық деген ол kx функциясы болғандықтан біз минус 5x деп ала саламыз, болды. Міне, бұл берілген функцияға параллель болатын тура пропорционалдық теңдеу. Екіншісінде 2-ден 1 x болады. Яғни kx-тері бірдей болса, олар параллель. Онда сол kx-тің өзін ала саламыз. Үшіншісінде де сонда 3x болады. Төртіншісінде минус 0,5x болады. 3-51-ші есепте тұрақты функция графигін салу қажет. Бірінші, y тең болады 2-ге. Яғни бұл жерде k-сы 0-ге тең, kx жоқ. Ондай болса, бұл y 2 деген нүктеден өтетін x-ке параллель болады графигі. Ендеше салайық, төменіне салайын. Осындай y өсі, x өсін сызамыз. Мынау x өсі, y өсі. Мынау координаталар бас нүктесі, мынау 1, 2, 2 деген нүктеден өтетін x-ке параллель түзу. Міне график осындай болады. Енді екіншісінде y тең болады минус 2. Минус 2. Так, мынау y өсі, x өсін сызамыз. Координаталар бас нүктесі минус 1, минус 2. Минус 2 деген y нүктесінен өтетін x-ке параллель түзу болады. Үшіншісі y тең болады 0. Y тең болады 0 дегеніміз бұл x өсімен беттесетін түзу болады. X өсі, y өсі, y тең 0 деген нүктеден өтеді, яғни координаталар бас нүктесінен өтеді. Жерде көріну үшін басқа түспен көрсетіп қойсақ болады, не осылай. Мынау болады график. Енді келесі ары қарай төртінші. Y тең болады минус 3-ке. X-ке параллель түзу болады. X өсі, y өсі, координаталар бас нүктесі минус 3, минус 1, минус 2, минус 3 деген нүктеден өтетін x-ке параллель түзу жүргіземіз осындай. 3-52-ші есепте, 3-50-ші есепте берілген сызықтық функциялар графигі y өсін қай нүктеде қиып өтеді? Жауаптарыңды негіздеңдер дейді. Бұл түзулер қай координаталық бұрыштан үшбұрыш қиып өтетінін табу керек екен. Ендеше бізде y өсімен қиылысу нүктесі, яғни y-тің бойынан өтеді, x 0-ге тең болатын нүкте деген сөз. Яғни x 0-ға тең болғандағы y-ті есептеп табамыз. y-тің мәнін есептеп табамыз. X 0-ға тең болғанда сонда минус 5 көбейтілген 0 плюс 7 тең болады. Мұнда 0 болып кетеді, көбейтінді шығады 7. Яғни y өсінің қиып өтетін нүктеміз
x 0 болғандағы y 7-ге тең болатын нүкте екен. Енді бұны негіздеңдер деп тұр. Жаңағы графигін су арқылы көрсете салуға да болады, я? Немесе осылай есептеп табамыз. Түзулер қай координаталық бұрыштан үшбұрыш қиып өтеді дейді. Бұрыштық коэффициенті бұл жерде k тең болады, -5-ке тең болатын координаталық бұрыштан үшбұрыш қиып өтеді. Так, келесі, яғни екінші және төртінші ширектерде орналасады, я? Екінші функцияны қарайық. Бұнда y тең болады 2-ден 1 x -3. Бұл жерде де y x 0-ға тең болғандағы мәнін табамыз. 2-ден 1 көбейтілген 0 -3 шығады -3. Яғни y өсін 0-да -3 деген нүктеде қиып өтеді екен. Үшінші, y тең болады 3x плюс 5. Бұл жерде де x 0-ға тең болғандағы y-тің мәні 3 көбейтілген 0 плюс 5. Сонда 0 қосу 5 болады 5. Қиылысу нүктесі 0-да 5 деген нүкте екен. Бұрыштық коэффициенті екіншісінде 2-ден 1-ге тең, үшіншісінде 3-ке тең. X-тің алдындағы сан яғни. Төртінші, y тең болады -0,5 x -4. X 0-ға тең болғандағы y-тің мәні -0,5 көбейтілген 0 -4 шығады -4. Сонда 0-да -4 деген нүктеде қияды екен. Бұрыштық коэффициенті -0,5-ке тең болады. Енді бірінші функциямыз жаңағы коэффициент -5 теріс сан болғандықтан бұл бізде екінші, төртінші ширекте болады, орналасады. Екінші функциямыз оң сан, ол бірінші және үшінші ширекте орналасады. Мына оң сан, ол да бірінші және үшінші ширекте, және төртіншісі теріс, ол 2 және 4-те болады. Бұны негізі 350-ші тапсырмада орындап тастағанбыз, я? 350-ші есепте берілген нүктелердің қайсысы y тең болады -0,5 x плюс 4 түзуінің бойында жатады дейді. Енді оны жататын жатпайтын тексеру үшін графиктен көре салуға болады, немесе есептеп анықтауға болады. Біз есептеп анықтап көрейік, біріншіден. Әлі графигін жоқ деп есептейік. 8-де 0 болған нүкте. Яғни x-ке 8-ді қойған кезде y 0 шығу керек деген сөз. Тексеріп көрейік. Біздің функциямызда x 8-ге тең болғанда неше болады екен? -0,5 көбейтілген 8 плюс 4. -0,5 8-ге көбейтсек -4 болады, плюс 4 шығады 0. Бұл дұрыс екен. Яғни мына нүкте түзу бойында жатады. Келесі нүктеміз v нүктеміз -2-де 3. Яғни y-тің мәнін есептейміз, x-іміз -2 болғандағы. -0,5 көбейтілген -2 плюс 4. Минус пен минус плюсті береді, 0,5 2-ке көбейтсек 1 шығады. Плюс 4, 1-ге 4-ті қоссақ 5. Мұнда 3 тұр. 5 тең емес 3-ке, яғни бұл тиісті емес болады. Келесі нүктеміз c нүктесі -2-де 5. Енді y-іміз -2-ке тең болғанда бізде 5 шыққан, y-іміз -2 болғанда тең 5-ке, 5 тең 5-ке, бұл тиісті, Мұна қайтын есептеп жатпайым, алдында есептеп қойғанбыз. Келесі d нүктесі. d, x-іміз 2 болғанда y 5-ке тең болады ма дейді. x-тің орнына 2-ні қойып есептейміз. -0,5 көбейтілген 2 плюс 4. Көбейтіндінің мәні -1 болады, плюс 4, 4-тен 1-ді азайтамыз, 3. 5-ке тең емес. Онда бұл тиісті емес болады. d нүктесі функцияға тиісті емес. Енді бізге осы сызықты функцияның графигін сал дейді. Так, берілген функцияның графигін салу үшін оған x, y-іне мән береміз. X-ке мән беріп, y-терін табамыз. Жалпы түзудің графигін салу үшін 2 нүкте ғана жеткілікті негізінде, Бірақ есеп мысалдарында -4-тен бастап мән берген екен. Солайды жасауға болады енді. -4-тен бастап бере берейік. -4 болған кезде x-іміз мына жерде қоямыз. -0,5 көбейтілген -4 болады. 2, 2-ке 4-ті қоссақ
6 болады. Минус 3-ті бермей қойайық, ондық бөлшек сан шығады, иә? Әлде бер салақ бәрібір минус 2-ні берейікші, тура сан шығады. Сонда плюс 1 шығады, 3-ке 1-ді қоссақ 5 болады, иә? Келесі 1-ді бермей қойық, 0-ді берейік. 0-ді берген кезде 4 шығады. 1-ден нешеге қойып есептейміз. Енді келесі 2-ні берген кезде минус 1 болады, 4-тен 1-ді алсақ 3 шығады. Және соңғы 4-ті берген кезде минус 2, 4-тен 2-ні алсақ 2 шығады. Осы нүктелерді қолданып график саламыз. Графикті нешеге салайын. Мынау y өсі, x өсі белгілеп қоямыз. Координаталар бас нүктесі 0. X минус 4 болғанда 1, 2, 3, 4. Минус 4 болғанда y 6-ға тең. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына y өсін кішкене созу керек екен. Мынау 6. Енді мыналарды қиылыстырамыз екеуін. Бұлай перпендикуляр, бұлай перпендикуляр. Мына нүкте бірінші нүкте, келесі минус 2 болғанда 5-ке тең болған. 5 деген міне мына нүкте. Так, 5. 0 болғанда 4. Мына нүкте. Одан кейін 1, 2-ні бергенбіз, 2-де 3. Мына нүкте. Және 4-те 3, 4. 4 болғанда 2-ге тең екен. Мына нүкте. Осыларды қосамыз, так қисық емес. Түзумен қоса салаймен. Бастапқы және соңғы нүктелерді сызғыштың көмегімен қосып, осындай график аламыз. Шексіз соза беруге болады түзуді. Осындай график шықты. Бағанаға айтқан, міне тиісті емес дедік қой, минус 2 мен 3. Есептемей ақ, міне минус 2 болғанда 3 емес, 3-іміз міне мына жақта жатыр вообще, түзуге тиісті емес. Сондықтан ол түзудің бойында жатқан жоқ деп графиктің көмегімен айта салуға да болады.